Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде Абай тағылымы бағдарламасы. Біздің бағдарламамызға арқау болатын бүгінгі Абай тағылымы ол уақыт хақында. Біз барлығын уақыттың еншісінде, мұңымызды уақыт емдеп жазады. Бір күткен ісімізді, үмітімізді уақыт көрсетеді деп барлығын уақытқа тапсырып жатамыз. Алайда осы уақыттың дәуірлер өте келе жаңаша көзқарастарға апаратынына көбінде бей-жай қарайтын сияқтымыз. Рас емес пе, біз кеше уақытты сүт пісірім, ет асым деген сияқты тұрақты тіркестермен өлшейтін болсақ, келе-келе 1 сағат, 2 сағат деген ұғымдар кірді. Минуттық ұғымға қысқардық. Қазір секундтық ұғымдармен өмір сүріп жатырмыз. Яғни бүгінгі таңдағы әлеуметтік желілердегі 10, 15, 30 секундтық, 60 секундтық уақыт өлшемдері және біз сондай қысқа видеолармен, қысқа кескіндерге тәуелді болып қалуымыз бұл уақыт көзқарасымыздың заман өткен сайын тонын ауыстырып отыратындығын білдірсе керек. Ендеше Абай тағылымы не дейді? Кеттік. Абай туралы естеліктерде бүйдейді. Абай Шыңғыстау өлкесіне тұңғыш сағат әкелген тұлғалардың бірі. Бұл әрине бүгінгі таңдағы сіз бен біздер үшін, менің замандастарым үшін аса бір қызықты мағлұмат болмауы мүмкін. Бірақ мен өзім пайымдаған, әрине басқа қоғам мүшелеріне мен жауап бере алмаймын. Бірақ өзім Абайдан сусындағысы келген, Абайдан өнеге алғысы келген тұлға ретінде өзім таныған Абай тану ғылымы үшін бұл кішкентай бір деталь болса да өзіндік мән мағынасы бар, өзіндік өнегесі бар тарихи факті деп есептеймін. Неге? Бұл бүкіл қазақ даласындағы уақыттың жалпақ шешейлік көзқарасынан, жалпақ шешейлік танымнан жаңа бір уақыт көзқарасына келгендігін Абайдың тануы. Яғни өз айтатын анау заманды қайжан билемек дейді ғой. Осы заманды билеу мәселесі хақында келгенде осы сағатты Абайдың ауылға әкелуі, үйіне әкелуі мәдени реформаторлық қана емес, ол танымдық реформаторлық. Яғни біз уақыттың жалпақ шешей уақыттың жайбырақат танымдарынан өтіп, енді келесі бір кезеңнің басталғандығы, яғни сағатпен, минутпен жүретін дәуірдің келе жатқандығын батыс қоғамына қарай отырып, адамзаттық ойлау өресіне, адамзаттық даму процесіне сай уақыт көзқарасының да жаңа кезеңге өткендігін Абайдың тануы. Міне, бұл шын мағынасындағы Абай танудың бізге беретін жемісі. Яғни Абай тану менің ойымда жаттанды бір шаблондармен Абайдың өлеңінің көркемдік ерекшеліктері, Абай өлеңіндегі буын-буынақ мәселесі, Абай өлеңінің ұйқасы, яғни Абайдың әдеби қыры ғана емес, бүгінгі таңда терең танымдық талдаулар және өнегесі Абайдың қандай жан болды және одан біз қандай өнеге аламыз деген мәселе біздің ұлттың алдына егер жаңадан Абай тудыруымыз керек, жаңаша Абайымызды жасауымыз керек дейтін болсақ, Абай тануды менің пайымша осы үрдістерге қарай бұрғанымыз жөн сияқты. Яғни менің де айтпағым, Абайдың уақыт сол кезде өзінің сағат әкелген кезінде келесі қазаққа, бұдан кейінгі буынға өмір сүретін адамдарға уақыттың жаңа көзқарасы келгенін сезіндіргені сияқты, біздің әр салада сонымен бірге бүгінгі тақырыпқа орай айтылып тұрған Абай тану мәселесіне де жаңа лептің, жаңа тыныстың, өзгеше көзқарастың дәуірі келген сияқты. Бүгінгі қоғамда Абайдан жалығу, Абайды терістеу, Абай ұлтқа керек пе дейтін көзқарастардың тууы әрине біздің таптаурынды жаттанды Абай тану үрдістерінде қалып қойғанымыз бекен деп есептеймін.
Ал ендеше біз жаңа абайды тудыру мәселесі хақында немесе абайдан өнеге алу туралы шын мәнінде біз абайдың танымын кәдеге жаратамыз десек, абайдың көзқарасын кәдеге жаратамыз, идеясын өмірде жүзеге асырамыз, сөйтіп абайдың кемел адам болғаны сияқты кемел қоғам боламыз дейтін болсақ, онда біз міндетті түрде абайдың осындай, я ол үлкен болуы мүмкін, я кішкентай болуы мүмкін, өміріндегі өзгешеліктер, өнегелер, тағылымдарға бек қатты назар аударғанымыз және соны жаңаша қырынан зерттеп өндіріске қосқанымыз абзал сияқты. Ал шын мағынасында бүгін біз әртүрлі салада өзіміздің дәуірімізге сай жаңаша тыныстың, жаңаша көзқарастың, басқаша бір ойлау формаларының кеп қалғандығына дайынбыз ба? Немесе абай сияқты сол үрдістерді, көзқарастарды, ойлау формаларын қабыл ала аламыз ба? Дер кезінде сол заманды меңгеріп, соған сай өзіміздің азаматтығымызды, жаңашылдығымызды, бір ауыз сөзбен айтқанда адамдығымызды таныта аламыз ба екен? Міне бұл бүгінгі біздің бағдарламамызға арқау болған тақырыптың өте салмағы ауыр сұрағы болса керек. Келесі абай тағылымы бағдарламасына кездескенше сау, сәлемет болыңыздар ағайын.